Сәлем достар, қалайсыздар? Мен бүгін өзімнің кеше оқып аяқтаған кітабым туралы сіздерге айтайын деп шештім. Ол кітап Дулат Исабековтың Сүйекші деген кітабы. Өзіме қатты ұнады, 10-10 деген балл беремін. Бұл кітапта не туралы жазылған, сіздерге кішкене айтып кетейін. Тұңғыш деген бала болады, оның өмірге келуі, өмірден көрген қиыншылықтары және өмірден қалай өткендігі туралы жазылған. Тұңғыш деген бала Аманат деген есімді қалай алады, одан кейін диуаналық есімді алуы, содан кейін ең соңында Сүйекші деген есімді арқалап өмірден өтуі. Ол өмірден өткен кезде ешкім жылаған жоқ, өмірге тыныш келіп, өмірден тыныш кетеді. Осы бала туралы жазылған. Мен сіздерге барлығын айтпай-ақ қояйын, егер де айтсам қызықсыз болып қалуы мүмкін кітап. Міндетті түрде оқып көріңіздер. Оқып көргеннен кейін сіздерге де қатты ұнап, жүректеріңізден кітап орын алады деген үміттемін. Ал сау болыңыздар.